Ұзату той. Мейрамхананың іші адамға лық толы. 250-ге жуық қонақ, құдалар, ағайын, нағашылар. Әр үстелде әңгіме, күлкі, домбыраның үні. Сахнаның жанында гүлмен безендірілген ақ арқа тұр. Мен үстіме аппақ көйлек киіп, сәукеле таққанмын. Бәрі маған қарап күлімсіреп тұр. Құрметті тыңдарман, қош келдіңіз. Арнамызға тіркеліп, осы бейнеге лайк басуды ұмытпаңыз. Ал пікірге, қай қаладан немесе қай елден тыңдап отырғандарыңызды, және дәл қазір сағат нешеде тыңдап отырғандарыңызды жазып кетіңіздер. Ендеше, уақытты созбай, бүгінгі хикаямызды бастайық. Егер өз анаңыз бүкіл елдің алдында сізді масқаралап, өмірімізді тас-талқан етсе, оны кешіре алар ма едіңіз? Осы сұрақтың жауабын тыңдай отырып, өзіміз де ойланып көріңіз. Бүгін менің өмірімдегі ең бақытты күн болу керек еді. Жүрегім қуаныштан алып ұшып тұрды. Арман анда-санда маған қарап күлімдеп қояды. Мен де көзіммен жауап берем. Біз осы күнді қанша күттік, қанша қиындық көрдік. Бүгін соның бәрі артта қалатындай көрінген. Жүргізуші микрофонды қолына алып, ендігі сөзді қалыңдықтың анасына береміз. Ана батасын берсін деді. Зал іші тынышталып қалды. Барлығы анама қарады. Анам орнынан баяу тұрды. Үстінде қымбат көйлек, бетінде жылы күлкі. Мен де жымиып тұрдым. Қазір жақсы тілек айтып, батасын береді деп ойладым. Анам сахнаға көтерілді. Микрофонды қолына алды. Бірнеше секунд үндемей тұрды. Сосын кенет дауысы суып кетті. Мен бүгін бір шындықты айтпасам болмайды. Залда отырғандар бір-біріне қарап қалды. Менің де жүрегім тарс ете түсті. Анам сөзін жалғастырды. Арманым отбасы бізді кешірсін. Бірақ бұл қыздың шын әкесі басқа адам. Мен қатып қалдым. Не айтып тұрғанын түсінбедім. Залда отырғандардың бәрі маған қарап кетті. Анам тоқтаған жоқ. Бұл қыздың тегі белгісіз. Мен мұндай қызды құдаларға бере алмаймын. Жар-жар айтылатын залдың іші аяқ астынан мүлде үнсіз қалды. Біреу демін ішіне тартып қалды. Біреу орнынан қозғалды. Біреу масқара не болып кетті деп сыбырлады. Мен анама қарап тұрдым. Құлағым шулап кеткен. Айналамдағы адамдардың жүздері бұлдырап кетті. Менің қолым дірілдей бастады. Бұл түс сияқты, бірақ бәрі өңінде болып жатты. Сол сәтте ғана мен анамның неге дәл осы ұзату тойын өзі өткізгісі келгенін түсіне бастадым. Менің атым Гүлназ. Мен кішкентай кезімнен өзімді бұл үйдің өз баласындай сезінген емеспін. Біздің үйде екі қыз болатынбыз. Үлкені Динара, кішісі мен. Анам үшін Динара бәрінен қымбат еді. Ол ауырса, бүкіл үй аяғынан тік тұратын. Мен ауырсам, ештеңе етпейді. Ертеңге дейін жазылып кетесің деп қоятын. Динара жаңа көйлек сұраса, сол күні алып беретін. Мен сұрасам, саған онсыз да жарасады, ақша жоқ деп шығарып салатын. Кішкентай кезімде мұны байқамайтынмын. Баланың жүрегі бәріне тез сенеді ғой. Мүмкін анам шаршаған шығар, мүмкін кейін жақсы көретін шығар деп ойлайтынмын. Бірақ жылдар өткен сайын бәрі анық көріне бастады. Бір күні көрші апай үйге келді. Шәй ішіп отырып маған қарап, Гүлназ дәл әкесіне тартқан екен деді. Анамның түрі бірден өзгеріп кетті. Қайдағы? Маған мүлде ұқсамайды. Мінезі де бөтен деп жауап берді. Мен үнсіз отырып қалдым. Сол сөз жүрегіме қадалып қалған. Маған ұқсамайды. Неге? Мен оның қызы емеспін бе? Кешке айнаға ұзақ қарадым. Көзіме қарадым. Мұрныма қарадым. Шашыма қарадым. Анамнан неге ұқсамаймын? Әкеме көбірек тартқан шығармын. Өзімді солай жұбаттым. Бірақ ондай сөздер кейін жиілей берді. Сен туғаннан бір түрлісің. Мінезің жаман. Сен ешқашан әпкендей болмайсың.
Кейде анам осы сөздерді жай ғана айтып тұрған жоқ сияқты көрінетін. Әдейі жанымды ауыртқысы келетіндей. Ал Динара қасында тұрып күліп тұратын. Ешқашан мені қорғаған емес. Керісінше, «Иә, мама, дұрыс айтады» деп қоятын. Мен үндемейтінмін. Үндемеуді ерте үйрендім. Өйткені сөйлесем, кінәлі болып шығатынмын. Жыласам, драма ойнама дейтін. Қарсы шықсам, үлкенге қарсы сөйлеме дейтін. Сөйтіп мен үйдің ең тыныш баласына айналдым. Бірақ ішімде күн сайын бір сұрақ үлкейіп бара жатты. Неге анам мені ешқашан жақсы көрмеді? Мен есейген сайын, анамның маған деген суық көзқарасы өзгерудің орнына, бұрынғыдан да анық сезіле бастады. Біздің үйде екі түрлі ереже болатын. Біреуі Динара үшін, екіншісі мен үшін. Егер Динара үй жинамаса, анам шаршаған шығар, демалсын дейтін. Ал мен сабақтан кеш келіп сөмкемді жерге қоя салсам, үйдің тірлігі сенен басқа ешкімге керек емес пе? Қыз деген осындай болады ма деп ұрысатын. Кейде өзімді жалғыз қалғандай сезінетінмін. Әкем үйде болатын, бірақ үнсіз, әрдайым үнсіз. Анам не айтса да қарсы шықпайтын. Кейде мен әкеме қарап, «Әке, мені бір рет болса да қорғашы» деп іштей жалбарынатынмын. Бірақ ол көзін төмен түсіріп отыра беретін. Сол үнсіздігі маған сөзден де ауыр тиетін. Мектепке барған соң жағдай тіпті анық байқалды. Мен жақсы оқыдым. Үнемі 5 алатынмын. Олимпиадаларға қатыстым. Мұғалімдер мақтайтын. Бір күні аудандық олимпиададан 1-ші орын алып келдім. Қуанып үйге жүгіріп кірдім. Қолымда диплом, мойнымда медаль. «Мама, қараңызшы». Анам бір көз тастады. «Жарайды» деп қойды. Бар болғаны сол. 5 әріп. Жарайды. Сол күні кешке Динара құрбыларымен қыдырып келді. Ешқандай жетістік емес, ешқандай марапат емес. Бірақ анам дастархан жайып, «Қызым келді» деп мәз болды. Сол сәтте мен дипломымды бөлмеме алып кіріп кеттім. Есікті жауып, төсегімнің үстіне қойдым. Өзімді жұбатуға тырыстым. Ештеңе етпейді. Бір күні анам менімен де мақтанады. Сол үміт мені ұзақ уақыт алға жетеледі. Мектеп бітіруге жақындағанда бәрі мамандық таңдап жүрген. Динара ақылы бөлімге түсемін деді. Анам бірден келісті. Қанша ақша керек болса да төлейміз. Мен үнсіз отырдым. Өйткені біздің үйдің жағдайын білетінмін. Ақша оңай табылмайтын. Сондықтан өзіме өзім уәде бердім. Мен тек грантқа түсемін. Басқа жол жоқ еді. Сол күннен бастап таңғы 5-те тұрып дайындалдым. Кешке дейін кітаптан бас көтермедім. Құрбыларым қыдырғанда мен тест шешіп отыратынмын. Телефон ұстамадым. Демалыс дегенді ұмыттым. Бір ғана мақсат болды. Грант. Ұлттық бірыңғай тестілеу күні келгенде қатты қобалжыдым. Бірақ қолымнан келгеннің бәрін жасадым. Нәтиже шыққан күні жүрегім аузыма тығылды. Экранға ұзақ қарап тұрдым. Сосын көзіме жас келді. Мен грант жеңіп алыппын. Армандаған университетіме тегін оқуға түстім. Үйге қуанып келдім. «Мама, мен грантқа түстім». Анам келе дидар қарап отырған. Басында көтермеді. «Жақсы» деп қысқа жауап берді. Дәл сол сәтте Динараның оқу ақысы туралы әңгіме басталды. Анам әкеме қарап, «Қалай болса да ақша табамыз. Қызым оқуы керек» деді. Мен ас үйде үнсіз тұрдым. Сол кезде ғана бір нәрсені анық түсіндім. Менің жетістіктерім бұл үйде ешқашан маңызды болмайды екен. Университетке барған соң өмірім өзгере бастады. Алғаш рет өзімді ешкіммен салыстырмайтын ортаға түстім. Онда мені ешкім кемсіткен жоқ. Ешкім «Сен маған ұқсамайсың» демеді. Достар таптым. Сабақтан кейін қосымша жұмыс істей бастадым. Алғашқы айлығымды қолыма алған күн әлі есімде. Аз ғана ақша еді. Бірақ ол маған үлкен бақыт болып көрінді. Сол ақшаның жартысын үйге алып келдім. Анам қуанады деп ойладым. Конвертті үстелдің үстіне қойдым. Бұл менің алғашқы еңбек ақым. Үйге көмектессін. Анам ақшаны санап шықты. Сосын, «Осынша ғана ма?» деді. Мен жауап бере алмадым. Жүрегім тағы да ауырды. Ал бірнеше күннен кейін Динара жұмыстан шығып кеткенін айтты.
Шаршап кеттім. Істегім келмейді деді. Анам оны құшақтап, ештеңе етпейді, біз асыраймыз деді. Мен үндемедім. Іштей тағы да сол баяғы сұрақты қойдым. Неге? Неге бізге деген көзқарас екі түрлі? Уақыт өте келе мен өзімді толық қамтамасыз ететін деңгейге жеттім. Сабақ, жұмыс, тәжірибе, өмір. Күн сайын алға ұмтылдым. Үйге бұрынғыдай көп сөйлемейтін болдым. Өйткені әр сөзім сынға ұшырайтынын білетінмін. Бір күні жұмыстан кеш қайтып келе жатқанда, телефоныма белгісіз нөмірден қоңырау түсті. Сәлеметсіз бе? Сіз Гүлнассыз ба? Иә, мен Арманмын. Біз өткен аптадағы семинарда танысқан едік. Даусы сондай сабырлы шықты. Алғашында бірден есіме түспеді. Сосын ғана аудиторияның соңғы қатарында отырған жігіт көз алдыма келді. Ол сол күні бәрінен кейін қалып, маған ауыр сөмкемді көлікке дейін апарып берген еді. Мен жымиып кеттім. Иә, есімде. Арман сәл кідіріп барып. Егер қарсы болмасаңыз, бір кесе кофе ішіп сөйлесек деп едім. Мен үнсіз қалдым. Өйткені, дәл сол сәтте тағдырымның мүлде басқа арнаға бұрылатынын әлі білмейтінмін. Телефонды қойғаннан кейін ұзақ ойланып қалдым. Соңғы бірнеше жылда өмірімде тек оқу мен жұмыс болды. Өзіме уақыт бөлуге де үйренбегенмін. Сондықтан Арманның ұсынысы күтпеген жерден айтылғандай көрінді. Бірақ оның даусындағы байыптылық көңіліме сенім ұялатты. Жақсы дедім ақырын. Ертең кешке уақытым болады. Рахмет, мен сізге мекен жайын жіберемін. Қоңырау аяқталды. Ертеңіне белгіленген жерге ертерек келдім. Кішкентай, тыныш кофехана. Арман әлде қашан келіп отыр екен. Мені көргенде орнынан тұрып қарсы алды. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Әңгімеміз өте қарапайым басталды. Оқу, жұмыс, болашақ жоспарлар. Бір қызығы, ол өзі туралы көп айтқан жоқ. Көбірек мені тыңдады. Мен сөйлеген сайын сөзімді бөлмейтін, көзіме қарап тыңдайтын. Оған үйренбеген едім. Үйде менің пікірімді ешкім сұрамайтын. Ешкім ұзақ тыңдамайтын. Ал Арман әр сөзімді маңызды нәрседей қабылдады. Сол кештен кейін біз анда-санда сөйлесіп жүрдік. Апталар өте бастады. Арман ешқашан асықтырмайтын. Күн сайын хабарласып, қалайсың? Жұмысың қалай өтті? Шаршамадың ба деп сұрайтын. Қарапайым сұрақтар, бірақ маған олардың өзі ерекше көрінетін. Өйткені бұрын ешкім менің жағдайымды шын көңілмен сұрамаған еді. Бір күні жұмыстан кеш шықтым. Жаңбыр құйып тұрды. Автобус аялдамасында жалғыз тұрдым. Қол шатыр алмақпын. Телефоныма хабарлама келді. Арман. Қайдасың? Жауап бердім. Арада 15 минут өткенде қара түсті көлік аялдаманың жанына тоқтады. Терезесі ашылып. Мін, үйіңе жеткізіп тастайын деді. Мен сәл ыңғайсыздандым. Әуре болма. Бұл әуре емес. Сен жаурап қалғансың. Мен көлікке отырдым. Жол бойы ол тағы да сабырмен сөйлесті. Ешқандай артық сұрақ қойған жоқ. Ешқандай мақтанғам жоқ. Сол кеште мен алғаш рет өзімді біреудің қамқорлығында жүргендей сезіндім. Бірнеше айдан кейін біз бір-бірімізді жақсы тани бастадық. Арманның отбасы туралы да білдім. Әкесі ұзақ жылдар кәсіппен айналысқан. Анасы ұстаз болған. Отбасында сыйластық бірінші орында екені әңгімелерінен ақ байқалатын. Бір күні ол, демалыс күні ата-анаммен бірге түскі ас ішесің бе деп сұрады. Мен абдырап қалдым. Ерте емес пе? Арман күліп жіберді. Жоқ, олар сенімен танысқысы келеді. Сол күні қатты қобалжыдым. Арманның үйіне кірген сәтте анасы күлімдеп қарсы алды. Кел қызым, қош келдің. Осы екі сөздің өзі жүрегімді елжіретіп жіберді. Қызым. Бұл сөзді өз анамнан сирек еститінмін. Үстел басында бәріміз бірге отырдық. Әңгіме еркін өрбіді. Арманның әкесі оқуымды сұрады. Жұмысымды сұрады. Армандарымды сұрады. Мен жауап беріп отырдым. Ешкім кемсіткен жоқ. Ешкім сынаған жоқ. Тек қызығушылықпен тыңдады. Үйден шығарда Арманның анасы қолымды ұстап.
Өте тәрбиелі қыз екенсің. Тағы келіп тұр деді. Көрікке отырған соң көзіме жас келді. Арман байқап қалды. Не болды? Мен басымды шайқадым. Ештеңе. Бірақ ішімде бір ғана ой тұрды. Бөтен адамдар маған өз үйімдегілерден артық жылулық көрсетті. Арада тағы бірнеше ай өтті. Біздің қарым-қатынасымыз нығая түсті. Бір кеште Арман саябақта серуендеп жүріп, кенет тоқтады. Маған бұрылып қарады. Даусы бұрынғыдан да салмақты шықты. Гүлназ, мен сенімен өмір бойы бірге болғым келеді. Маған тұрмысқа шығасың ба? Бір сәтке уақыт тоқтап қалғандай болды. Мен оның жүзіне қарадым. Ол қобалжып тұр. Қолында сақина. Менің көзіме еріксіз жас келді. Иә, дедім сыбырлап. Арман күлімдеп сақинаны қолыма тақты. Сол сәтте өмірімде бәрі өзгеретіндей көрінді. Бірнеше күннен кейін мен бұл жаңалықты үйге айттым. Әкем үндемей басын изеді. Ал анамның жүзінде алғаш рет ерекше қызығушылық пайда болды. Арманның әкесі немен айналысады деп сұрады. Мен қысқаша айтып бердім. Отбасылары қандай? Жақсы адамдар. Үйлері қай жақта? Анам бұрын ешқашан мұндай сұрақтарды қоймаған. Ол Арманның қандай адам екенін емес, оның отбасының жағдайын сұрап отырды. Сол кезде оған аса мән берген жоқпын. Тек қызықтап отырған шығар деп ойладым. Бірақ бірнеше күннен кейін Арманның ата-анасы құда түсуге келетін болып келісті. Сол жаңалықтан кейін анамның мінезі аяқ астынан өзгеріп сала берді. Ол бұрынғыдай суық емес, керісінше ерекше мейірімді болып кеткендей көрінді. Гүлназ, бүгін ертерек кел. Ана көйлекті ки. Үйді жинайық. Мен аң-таң болдым. Өмірімде бірінші рет анам менің тойыма осынша көңіл бөліп жүргендей әсер қалдырды. Ішімнен мүмкін бәрі түзелер. Мүмкін анам мені ақыры қабылдаған шығар деп үміттендім. Мен ол өзгерістің шынайы себебін әлі білмейтін едім. Құда түсетін күн жақындаған сайын үйдегі қарбалас көбейе түсті. Анам бұрынғыдай емес. Күнде бір нәрсені жоспарлап жүреді. Қай мейрамхана жақсы, қандай асаба шақыру керек, қандай әнші келеді, қандай көйлек киеміз. Мен оны көрген сайын іштей қуанып қалатынмын. Өйткені өмірімде алғаш рет анам менің тойыма шын көңілімен дайындалып жүргендей көрінді. Кейде тіпті шаршап жүрген жоқсың ба қызым деп сұрайтын. Бұл сөздерді естіген сайын жүрегім жылып кететін. Мен көптен күткен ана махаббаты кеш болса да келген шығар деп сендім. Құдалар келетін күн де жетті. Үйімізге Арманның ата-анасы, жақын туыстары келді. Дастархан жайылды, шәй құйылды, әңгіме басталды. Арманның анасы өте сыпайы әйел екен. Ол күлімдеп, балалардың бақыты үшін келіп отырмыз. Екеуі бір-бірін жақсы көреді. Біз де сіздердің ризашылықтарыңызды алып, құдандалы болсақ дейміз деді. Әкем үндемей басын изеді. Ал анам алғашында өте жайдары отырды. Бірақ әңгіме қалың малға келгенде, оның түрі өзгере бастады. Ол арқасын тіктеп отырды. Даусын баяу шығарды. Біздің де өз талабымыз бар. Арманның әкесі, тыңдап отырмыз деді. Анам алдын ала дайындалып келгендей сөйлей бастады. Ана сүті бар, қалың малы бар, киіттері бар. Ұзату той толық біздің қалауымызбен өтеді. Мен үндемей қалдым. Бұрын мұндай әңгімені естімеген едім. Арман да маған бір қарап қойды. Анам қағаз алып шықты. Бәрі жазылып қойған. Қандай сыйлық кімге беріледі, қанша адам шақырылады, қандай шығын болады. Мен аң-таң болып отырдым. Өйткені мұның бәрі біз сөйлеспеген дүниелер еді. Арманның әкесі сабырмен тыңдап шықты. Сосын күлімсіреп, егер балалардың бақыты үшін болса, келісеміз деді. Мен жеңіл дем алдым. Бірақ анам мұнымен тоқтаған жоқ. Ұзату тойды біз өзіміз ұйымдастырамыз. Бірақ барлық шығынын құдалар көтереді. Залда үнсіздік орнады. Мен анама қарадым. Арман да үнсіз отыр. Оның анасы бір сәт ойланып қалды.
Бірақ ешкім қарсы сөз айтпады. Өйткені олар жанжал шығарғысы келмеді. Ақыры, жарайды, балалардың бақыты үшін бәріне келісеміз деді. Құдалар кеткен соң, мен анама жақындадым. Мама, біз сонша нәрсе сұрадық қой. Бұл дұрыс болды ма? Анам бірден қабағын түйді. Сен араласпа, үлкендердің шаруасы. Бірақ сен үндеме, ертең сол үйге барасын. Біздің абыройымызды ойла. Мен тағы да үндемедім. Өйткені бала күнімнен бері осы сөзге үйреніп кеткенмін. Үндеме. Келесі күннен бастап дайындық басталды. Анам күн сайын телефонмен сөйлесіп жүрді. Біреумен ақылдасады, біреуге тапсырма береді. Кейде бөлмеге кіріп кеткенде есікті жауып алатын. Бұрын мұндай мінезі жоқ еді. Мен аса мән бермедім. Тойдың қамы шығар деп ойладым. Бір күні кешке үйге ерте келдім. Ас үйден анам мен Динараның дауыстары естілді. Олар мені байқамады. Динара ашулы сөйлеп тұр екен. Олар күнде хабарласып жатыр. Не деймін енді? Ақшаны қашан қайтарамыз? Мен есіктің сыртында тоқтап қалдым. Қандай ақша? Кім хабарласып жатыр? Анамның даусы жай ғана шықты. Уайымдама, бәрін өзім шешемін. Бірақ уақыт аз қалды. Айттым ғой, ұзату өткенше тыныш отыр. Одан кейін бәрі болады. Мен олардың сөзін толық түсінбедім. Сол сәтте еден сықырлап кетті. Анам бірден, кім жүр? Деп дауыстады. Мен дереу өз бөлмеме қарай жүріп кеттім. Олар мені ештеңе естімеді деп ойлаған шығар. Ал мен болсам, түні бойы ұйықтай алмадым. Динараның қандай қарызы бар? Неге анам сонша алаңдап жүр? Бірақ ертеңіне бұл әңгімені сұрауға батылым жетпеді. Тойға бір апта қалғанда, анам тағы бір жаңалық айтты. Ұзату толық менің бақылауымда болады. Бағдарламаны да өзім бекітемін. Кім сөйлейтінді өзім айтамын. Мен таңырқап, асаба өзі жүргізмей ме? Деп сұрадым. Асаба өз жұмысын істейді. Ал негізгі сөзді мен айтамын. Ол мұны ерекше мақтанышпен айтты. Мен жымиып, жақсы деп қоя салдым. Іштей тіпті қуандым. Анам мен туралы жақсы сөз айтады. Балалық шағымда айтылмаған мақтауын мүмкін сол күні айтар деп армандадым. Арманмен кездескен сайын ол дайындықтың қалай өтіп жатқанын сұрайтын. Бәрі жақсы ма? Иә, анам өзі бәрін ұйымдастырып жатыр. Арман күлімсіреп, жақсы екен, анаң сені қатты жақсы көреді ғой. Осы сөзді естігенде жүрегім бір түрлі болып кетті. Мен өтірік күліп, иә деп қана жауап бердім. Шындығында, өзімде анамның аяқ астынан өзгергенін әлі түсіне алмай жүргенмін. Бірақ сол өзгеріске сенгім келді. Сенуге қатты тырыстым. Тойға бір күн қалғанда, мейрамханаға соңғы дайындықты көруге бардық. Барлығы керемет безендіріліпті. Ақ гүлдер, ақ дастархандар, сахна, жарық, музыка. Мен айналаға қарап тұрып, көзіме жас алдым. Ертеңнен кейін менің жаңа өмірім басталады деп ойладым. Ал анам болса, мейрамхана әкімшісімен оңаша сөйлесіп тұрды. Бір кезде ол қалтасынан конверт шығарып, әлгі адамға ұстатты. Әкімші үнсіз басын изеді. Мен мұны алыстан ғана көрдім. Мүмкін алдын ала төлем шығар деп мән бермедім. Сол сәтте мен өз өмірімді күл талқан ететін жоспардың соңғы дайындықтары жүріп жатқанын мүлде білмейтін едім. Той болатын күнде келді. Таңертең көзімді ерте аштым. Түнде дұрыс ұйықтай алмадым. Бүгіннен кейін менің өмірім өзгереді. Бүгін ата-анамның үйінен ақ босағамен шығамын. Осы ойдың өзі жүрегімді толқытты. Терезеден сыртқа қарадым. Күн ашық екен. Жақсы, ырым шығар деп күлімсіреп қойдым. Үй іші ертелетіп оянып кеткен. Туыстар келіп жатыр. Бірі ас үйде, бірі қонақ бөлмеде. Әркім өз тірлігімен әлек. Шашымды сәндеп жатқан қыз. Өте әдемі келін болайын деп тұрсыз деді. Мен ұялғаннан жымиып қойдым. Айнаға қарадым. Ақ көйлек, сәукеле, ақ сырға. Өзімді әрен таныдым.
Балалық шағымда талай рет көз алдыма елестеткен күнім дәл осылай басталған еді. Түске қарай мейрамханаға келдік. Зал ерекше әсем безендіріліпті. Ақ гүлдер, жұмсақ жарық. Сахна ортасында үлкен экран. Қонақтар біртіндеп жинала бастады. Нағашылар, жиендер, көршілер, әріптестер, Арманның туыстары, құдалар. Барлығы күлімдеп құттықтап жатты. Арман мені алыстан көріп басын изеді. Мен де жымиып жауап бердім. Сол бір қарапайым көзқарастың өзі маған тыныштық сыйлады. Асаба тойды бастады. Әдемі тілектер айтылды. Музыка ойнады. Қонақтар қол соқты. Бәрі дәл біз армандағандай өтіп жатқандай көрінді. Арманның әкесі орнынан тұрып: "Бүгін 2 жасқа ақ жол тілейміз. Бастысы, бақыттары баянды болсын", деді. Зал ду қол шапалақтады. Арманның анасы да маған жылы лебізін білдірді. "Гүлназ бізге алғашқы күннен ақ өз қызымыздай болып кетті." Осы сөзді естігенде жүрегім елжіреп кетті. Мен көзімдегі жасты білдірмеуге тырыстым. Біраздан кейін Асаба: "Ендігі кезекте қалыңдықтың анасына сөз береміз. Ана батасын тыңдайық", деді. Мен анама қарап жымидым. Ол баяу орнынан тұрды. Үстіндегі қымбат көйлегін түзеді. Шашын қолмен сипап өтті. Сосын сахнаға көтерілді. Қолына микрофон алды. Зал бірден тынышталып қалды. Барлығы анама қарап отыр. Мен де ерекше толқып кеттім. Бала күнімнен бері естімеген жылы сөздерді дәл қазір айтады деп сендім. Анам үнсіз тұрды. Бірнеше секунд. Залдағы тыныштық барған сайын оюлана түсті. Сосын ол ауыр күрсінді. "Мен бүгін бір шындықты айтпасам болмайды." Мен таңырқап қалдым. Қандай шындық? Қонақтарда бір-біріне қарап қойды. Анам сөзін жалғастырды. "Арманның отбасы, бізді кешіріңіздер. Бірақ бұл қыздың шын әкесі басқа адам." Менің денем мұздап кетті. Құлағым шынылдап кетті. Не айтып тұрғанын түсінбедім. Анам тоқтамады. Мен осы уақытқа дейін үндемей келдім. Бірақ енді жасыра алмаймын. Бұл қыздың тегі белгісіз. Мұндай қызды сіздердің әулеттеріңізге бере алмаймын. Залда отырғандардың арасынан бір әйел: "Астабыралла", деп сыбырлады. Басқа жақтан "Масқара" деген дауыс шықты. Бірнеше адам орындарынан қозғала бастады. Арманның анасы аң-таң болып анама қарап отыр. Арманның әкесі қабағын түйіп қалды. Ал мен орнымнан тұра алмай қалдым. Анам микрофонды қолынан түсірмеді. "Мен бұнымен де тоқтамаймын. Барлығы шындықты білуі керек. Соңғы күндері үйдегі ақшаның жоғалғанын бәріміз білеміз. Оны алған осы Гүлназ. Өзіне қымбат көйлек сатып алу үшін біздің ақшамызды ұрлады." Мен демімді ішіме тартып қалдым. "Мама, не айтып тұрсыз?" дедім, орнымнан тұрып. Даусым дірілдеп шықты. "Мен ештеңе алған жоқпын." Анам бірден сөзімді бөліп жіберді. "Үндеме. Бүгін бәрі шындықты естісін." Зал іші гүлдеп кетті. "Ұрлапты" дейді. Сонда рас па? Мұндайды кім той үстінде айтады? Байғұс қыз. Әр үстелден әртүрлі сыбыр естіліп жатты. Мен айналама қарадым. Кейбір адамдар маған аянышпен қарап отыр. Кейбірі сенбей тұр. Ал кейбірі басын шайқап қойған. Өмірімде өзімді дәл осындай дәрменсіз сезінген емеспін. Арман орнынан тұрып: "Апай, бұл не айтып тұрғаныңыз?" деді. Даусы қашты шықпаса да, ішінде ашу бар екені анық сезілді. Анам оғанда бұрылды. "Балам, сен жақсы жігітсің. Сондықтан сені алдағым келмейді. Кейін кеш болмай тұрғанда бәрін біл. Бұл қыз біздің отбасымызға тек масқара келді. Мен оны сендердің шаңырақтарыңа жібере алмаймын." Арман үнсіз қалды. Бірақ оның жүзіне қарап, анамның бір сөзіне де сенбегенін сездім. Менің көзімнен жас тоқтамай ағып жатты. Қолым дірілдеп кетті. Басым айналып барады. Мен бұл жерде тағы бір секундта тұра алмайтынымды түсіндім. Баяу қолымды көтеріп, сәукелемді шештім. Бүкіл залдың көзінше. Сәукелені үстелдің үстіне қойдым.
Ешкім үндеген жоқ. Тек менің өкшемнің дыбысы ғана естіліп тұрды. Бір қадам, екінші қадам, үшінші қадам. Мен есікке қарай жүріп кеттім. Артымнан ешкім тоқтатпады. Есікті ашып, мейрамханадан жүгіріп шықтым. Сыртқа шыққан сәтте ғана көз жасымды тоқтата алмадым. Автотұрақта тізерлеп отырып қалдым. Бар денем қалтырап тұр. Неге? Неге дәл бүгін? Неге өз анам? Мен осы сұрақтарды қайта-қайта қоя бердім. Бірнеше секундтан кейін артымнан жүгірген адамның дыбысы естілді. Гүлназ. Бұл әкем еді. Ол өмірімде алғаш рет осынша асығып жүгіріп келген сияқты көрінді. Демігіп қасыма жетті. Бірақ жүзінде қорқыныш бар еді. Ол айналасына бір қарап алды да, дірілдеген дауыспен: "Қызым, мен саған бәрін айтуым керек" деді. Мен үнсіз оның жүзіне қарадым. Әкем көзін төмен түсіріп, өмір бойы ішіне сақтап келген құпияны ақырында айтуға бел буды. Мен көліктердің арасында отырып жылай бердім. Көз жасымды тоқтата алмадым. Бірнеше минут бұрын ғана өмірімдегі ең бақытты күн болуы тиіс еді. Ал қазір мен өз анамның аузынан бүкіл елдің алдында естімеген сөз қалмады. Мен басымды көтеріп әкеме қарадым. Ол да маған тіке қарай алмады. Қолдары дірілдеп тұр. Бірнеше рет сөйлегісі келіп, бірақ сөзін бастай алмай тоқтап қалды. Ақыры ауыр күрсініп: "Қызым, кешір мені" деді. Мен үнсіз тыңдап тұрдым. Өмірімде алғаш рет әкемнің даусынан осындай өкінішті сездім. "Сенің анаң бұл тойды сен үшін ұйымдастырған жоқ." Мен түсінбей қалдым. "Не дейсіз?" Әкем көзін жұмып алды. Сосын баяу ғана жалғастырды. "Ол бұл тойды басынан бастап басқа мақсатпен жоспарлады." Жүрегім тарс ете қалды. "Қандай мақсат?" Әкем ернін тістеп алды. "Динара қарызға батып кеткен." Мен үнсіз қалдым. Бұл сөзді бірнеше күн бұрын анам мен Динараның әңгімесінен естігенім есіме түсті. Бірақ оның соншалықты үлкен мәселе екенін ойламаған едім. "Қандай қарыз?" деп сұрадым. Әкем күрсінді. "Біз де толық білмейміз. Бірақ соңғы бір жылдың ішінде ол бірнеше адамнан ақша алған, қайтармаған. Үстіне өсімі қосылып кеткен. Күнде үйге хабарласатын болды. Кейбіреуі тіпті үйге келіп кеткен." Мен аң-таң болып тыңдап тұрдым. "Сонда анам неге маған ештеңе айтпады?" Әкем ащы күліп жіберді. "Өйткені ол бәрін өзі шешем деп ойлады." "Ал тойдың бұған қандай қатысы бар?" дедім. Әкем жан жағына тағы бір қарап алды. Сосын маған жақындап, даусын бәсеңдетті. "Құдалар берген қалың мал, ана сүтіне арналған ақша, ұзату тойына бөлінген қаражат. Соның бәрін анаң Динараның қарызын жабуға аударып жіберді." Менің демім тарылып кетті. "Не?" "Иә, бәрін." Бір сәтке айналамдағы дыбыстар жоғалып кеткендей болды. Мен тек әкемнің соңғы сөзін ғана қайта-қайта естіп тұрдым. "Бәрін." "Жоқ, бұл мүмкін емес" деп басымды шайқадым. "Мама болай істемейді." Әкем көзін төмен салды. "Істеді." Мен білдім. Бірақ тоқтата алмадым. Неге? Өйткені ол үшін ең бастысы Динара. Әрқашан солай болды. Сен де оны білесің. Мен көзімді жұмдым. Балалық шағымдағы барлық көріністер бірінен соң бірі көз алдынан өте бастады. Динараға алынған жаңа киімдер, менің ескі көйлегім, оған алынған телефон, маған айтылған ақша жоқ. Оның оқуына төленген ақша, менің грантқа түсуім, бәрі бір сәтте өз орнына келгендей болды. "Бірақ", дедім әрең, "ол неге мені бүкіл елдің алдында қорлады? Ақшаны алып қойса болған жоқ па?" Әкемнің көзіне жас келді. "Өйткені, егер құдалар ақшаны қайтаруды талап етсе, сендерді қосса, ақша қайтарылуы керек болатын еді. Ал анаң, олардың өздері бұл некеден бақ тартсын деп ойлады." Мен үнсіз қалдым. Әкем сөзін жалғастырды. "Егер бүкіл күнә саған артылса, егер сені жаман қыз ретінде көрсетсе, онда құдалар
осындай қыздың өзі керек емес деп кетеді деп ойлады. Сонда ешкім ақша сұрамайды деп сенді. Мен сол жерде қатып қалдым. Демек, менің өмірім, менің махаббатым, менің абыройым, менің болашағым, бәрі әпкемнің қарызынан арзанырақ болғаны ма? Осы ой жүрегімді тіліп өтті. Сонда ол мені әдейі сатты ма деп сыбырладым. Әкем жауап бере алмады. Бірақ үнсіздігі бәрін айтып тұрды. Сол кезде мейрамхананың есігі тарс ашылды. Бірнеше адам сыртқа шықты. Олардың арасынан Арманды бірден таныдым. Ол жан жағына алаңдап қарап тұрды. Мені көрген бойда ештеңеге қарамай жүгіріп келді. Гүлназ, жағдайың қалай? Ол менің жылап отырғанымды көріп бірден тізерлей отырды. Саған бірдеңе болды ма? Мен ештеңе айта алмадым. Кек басымды шайқадым. Арман маған алаңдап қарап тұр. Сол кезде әкем орнынан тұрды. Балам, мен саған бәрін түсіндіремін. Арман оған бұрылды. Түсіндіріңіз, өтінемін. Өйткені мен жаңа ғана іште болған нәрсенің бір сөзіне де сенбеймін. Әкем терең дем алды. Сосын болған жағдайдың бәрін, Динараның қарызын, қалың малдың қайда кеткенін, анамның жоспарын, бірінен кейін бірін айтып берді. Арман бір ауыз сөз айтпай тыңдап шықты. Оның жүзі барған сайын қатайып бара жатты. Әңгіме аяқталғанда ол ұзақ үнсіз тұрды. Сосын баяу ғана маған бұрылды. Көзіме тіке қарап, Гүлназ, маған қараш деді. Мен әрең басымды көтердім. Арманның жүзінде күмән да жоқ еді, өкініш те жоқ еді. Кек бір ғана нәрсе бар болатын. Нық шешім. Ол қолымда ақырын ұстап. Жүр, біз бұл жерден кетпейміз. Алдымен ішке кіреміз. Мен айтатын сөзімді бәрінің алдында айтамын деді. Мен аң-таң болып оған қарадым. Ал Арман менің қолымды жіберместен мейрамханаға қарай бұрылды. Дәл сол сәтте менің өмірімді өзгертетін тағы бір шешім қабылданғалы тұрған еді. Арман қолымды жіберген жоқ. Оның алақаны жылы еді. Бірақ қададары нық болатын. Менің бойымда күш қалмаған. Көзім ісіп кеткен. Жылаудан демім тарылып тұр. Соған қарамастан, ол мені жетелеп, мейрамхананың есігіне қарай алып жүрді. Арман, қорықпа. Мен сені жалғыз қалдырмаймын. Осы бір ауыз сөз менің ішімдегі әлсіз ғана үмітті қайта тірілткендей болды. Мейрамхананың есігі ашылды. Залдың ішіндегі гу-гу әңгіме бірден тыйылды. Барлығы бізге қарап қалды. Бірнеше минут бұрын ғана мен көз жасымды тыя алмай жүгіріп шыққан едім. Енді қайта кіріп келе жатырмын. Бірақ бұл жолы жалғыз емес едім. Қасымда Арман тұр. Ол ешкімге қарамай сахнаға қарай жүрді. Асаба не істерін білмей, микрофонды қолында ұстап қатып қалыпты. Арман оған жақындап, «Микерсіді бере тұрыңызшы» деді. Даусы сабырлы, бірақ қарсы келуге болмайтындай. Асаба үндемей микрофонды ұстатты. Арман сахнаның ортасына шықты. Зал іші жым-жырт. Ол алдымен маған қарады, сосын құдаларға, артынша ата-анама көз тастады. Ақырында ғана сөйлей бастады. Бүгін осы жерде айтылған сөздердің бәрін естідім. Бірақ мен бір нәрсені анық айтқым келеді. Ол сәл кідірді. Мен Гүлназды оның кегі үшін жақсы көрген жоқпын. Залда отырғандардың бәрі үнсіз тыңдап отыр. Мен оны байлық үшін де таңдаған жоқпын. Мен оны мінезі үшін жақсы көрдім. Адалдығы үшін, еңбекқорлығы үшін, адамгершілігі үшін, сол қасиеттер үшін өмірлік жарым еткім келді. Анам орнынан қозғалып, балам, сен әлі ештеңені түсінбей тұрсың, деп сөз бастаған еді. Арман оған бұрылып қарады. Бұл жолы оның жүзіндегі сабырдың орнына қаталдық байқалды. Жоқ, мен бәрін түсіндім. Дәл қазір ғана бәрін білдім. Зал тағы да тынышталып қалды. Арман сөзін жалғастырды. Мен жаңа ғана Гүлназдың әкесінен шындықты естідім. Бұл жерде масқара болған адам Гүлназ емес. Бұл жерде қызын бүкіл елдің алдында қорлаған адам масқара болды. Анамның жүзі сұп-сұр болып кетті. Өтірік. Бұл өтірік емес. Қалың малдың қайда кеткенін де білемін.
Неге бұл той ұйымдастырылғанын да білемін. Менің анам мен әкем бір-біріне қарап қалды. Қонақтар арасында гүлел қайта басталды. Сонда рас па? Ақшашым бе? Өз қызын бұлай да болады екен-ау. Анам кенет қатты дауыспен: "Сен кімсің бізді соттайтын?" деп айқайлап жіберді. Арман еш саспады. "Мен ешкімді соттап тұрған жоқпын. Бірақ бір нәрсені айтуға міндеттімін." Ол бір қадам алға шықты. "Балаға ең қауіпсіз жер өз үйі болу керек. Ең сенімді адам өз анасы болу керек. Ал бүгін сіз өз қызыңызды бөтен адамдар емес, өзіңіз қорладыңыз. Мен мұндайды ешқашан көрген емеспін." Залда отырғаған үлкен кісілердің кейбірі бастарын төмен түсірді. Бірнеше әйел көздеріне жас алды. Арман сөзін жалғастырды: "Сіздер ана емессіздер." Осы сөз бүкіл залды жаңғыртып жіберді. Ешкім қозғалған жоқ. Ана баласын қорғайды. Ана баласын сатып кетпейді. Ана баласының өмірін басқа біреудің қарызына айырбастамайды. Ал сіздер дәл соны жасадыңыздар. Мен анама қарадым. Ол алғаш рет ештеңе айта алмай қалды. Арман менің қолымды қайта ұстады. "Менің шешімім өзгермейді. Мен Гүлназға дәл бүгінде үйленемін. Тіпті ешқандай той болмаса да, ешқандай қалың мал болмаса да, ешқандай ұзату болмаса да. Өйткені маған оның өзі керек, басқа ештеңе емес." Арманның әкесі орнынан тұрды. Ол ұлының жанына келіп, иығына қолын қойды. "Балам дұрыс айтады. Біз бұл қызды ешқайда қалдырмаймыз. Ол біздің отбасымыздың қызы болады." Арманның анасы да маған жақындады. Көзінен жас ағып тұр екен. Ол мені құшақтап: "Қызым, сен ештеңеге кінәлі емессің" деді. Сол сәтте мен өзімді алғаш рет қорғалғандай сезіндім. Ал анам болса үнсіз тұрды. Бірақ көп ұзамай қайта сөйледі: "Гүлназ, тоқта. Сен менің қызымсың." Мен оған баяу бұрылдым. Өмірімде алғаш рет оның көзіне қорықпай қарадым. "Жоқ", ақырын ғана жауап бердім. "Бүгін сіз өзіңіз менің қызыңыз емес екенімді бүкіл елдің алдында айттыңыз. Енді оны өзгерте алмайсыз." Анамның ерні дірілдеп кетті. Бірақ айтар сөзі қалмаған еді. Мен әкеме қарадым. Ол көз жасын сүртіп тұр екен. Мен оған жақындадым, құшақтадым. "Әке, өзіңізді кінәламаңыз." Әкем ештеңе айта алмады. Тек мені қатты құшақтап тұрды. Біз екеуміз де бұл үнсіздіктің ішінде қанша жылдық өкініш жатқанын түсініп тұрдық. Біз мейрамханадан бірге шықтық. Бұл жолы мен жылап емес, басымды тік ұстап шықтым. Жанымда Арман. Артымыздан оның ата-анасы. Ал есіктің ар жағында қалған адамдардың сыбырын мен енді тыңдағым келмеді. Өйткені сол есіктің ар жағында менің өткеген өмірім қалып бара жатты. Ал алдымда мүлде басқа өмір күтіп тұрған еді. Сол күні біз мейрамханадан шыққаннан кейін ешқайсымыз сөйлеген жоқпыз. Көлік ішінде үнсіздік орнады. Мен терезеден сыртқа қарап отырдым. Қала баяғы қалпы. Көшелер, бағдаршамдар, адамдар. Бірақ мен үшін бәрі өзгеріп кеткен еді. Бірнеше сағаттың ішінде мен өз үйімді де, өз отбасымды да, өзім туралы бұрынғы түсінігімді де жоғалтқандай болдым. Арман үнсіз ғана көлікті тоқтатты. Маған бұрылып: "Бір нәрсені есінде сақта" деді. Мен оған қарадым. "Сен бүгін ештеңеден айырылған жоқсың. Сен бүгін өзіңнің шынайы өміріңді бастадың." Осы сөздерді естігенде көзім тағы да жасаурап кетті. Бірақ бұл жолғы көз жасы бұрынғыдай шарасыздықтан емес еді. Ішімде кішкентай болса да үміт пайда болған. Келесі бірнеше күн өте ауыр өтті. Телефоным тынымсыз шырылдады. Туыстар, көршілер, таныстар. Бірі не болған сұрайды, бірі өсекке сеніп қалыпты, бірі мені аяйды. Мен ешкімге ештеңе түсіндіргім келмеді. Телефонымды өшіріп қойдым.
Бір аптадан кейін Арман екеуміз ресми түрде некемізді қидырдық. Ешқандай сән салтанат болған жоқ. Ешқандай үлкен той өткізбедік. Тек ең жақын адамдар ғана болды. Арманның ата-анасы, бірнеше жақын туысы, әкем. Иә, әкем келді. Ол үнсіз ғана батасын берді. Кетерінде қолымды ұстап, қызым, бақытты бол. Менен кеткен қателікті сен қайталама деді. Мен басымды изедім. Ол күні біз ұзақ сөйлесе алмадық. Бірақ әкемнің сол бір ауыз сөзі мен үшін көп нәрсені білдіретін. Ал анам келген жоқ. Ол шақырылған да жоқ. Мен бұл шешімді ұзақ ойланып қабылдадым. Өйткені мен енді өз өмірімді қорқынышпен емес, тыныштықпен өткізгім келді. Уақыт өте берді. Мен жаңа жұмысқа орналастым. Арман екеуміз өз үйімізді жайлап реттей бастадық. Кішкентай ғана пәтер. Бірақ ішінде айқай жоқ, кемсіту жоқ, салыстыру жоқ. Бір-бірімізге деген құрмет қана бар. Кейде таңертең шай ішіп отырып, осындай қарапайым бақыттың өзі бар екен ғой деп ойлайтынмын. Әкем анда-санда хабарласып тұрды. Жағдайымды сұрайтын. Даусынан шаршағаны сезілетін. Бір күні ол, үйде бәрі бұрынғыдай емес деді. Мен үндемедім. Динараның қарызы толық жабылмақты. Тағы ақша керек болып жатыр. Мен ішімнен ауыр көсіндім. Бұл жаңалыққа таңғалған жоқпын. Өйткені бәрі осыған алып келе жатқандай еді. Бір жыл өтті. Біздің өміріміз біртіндеп қалыпқа келе бастады. Бір күні жұмыста отырғанымда, белгісіз нөмірден қоңырау түсті. Көтердім. Алло? Арғы жақтан таныс дауыс естілді. Гүлназ. Бұл анам еді. Бір сәтке сөйлей алмай қалдым. Ол да үнсіз тұрды. Сосын ақырын ғана, қызым, жағдайың қалай? Деді. Мен көзімді жұмдым. Өмірімде алғаш рет оның қызым деген сөзі жүрегіме жетпеді. Не болды? Деп сұрадым. Анам бірден негізгі әңгімеге көшті. Динараның жағдайы қиын болып тұр. Оған көмек керек. Сендер енді жақсы тұрып жатырсыңдар ғой. Аздап ақша бере аласың ба? Мен үнсіз қалдым. Ол менен халімді сұрау үшін хабарласпаған екен. Кешірім сұрау үшін де емес. Тағы да. Динара үшін. Тағы да. Сол бұрынғыдай. Мама, дедім жай ғана. Бір жыл өтті. Осы уақыттың ішінде сіз бір рет болса да кешір деп айтпадыңыз. Арғы жақ үнсіз қалды. Мен сөзімді жалғастырдым. Ұзату тойда мені бүкіл елдің алдында қорлағаныңыз есіңізде ме? Сіз сол күні мені қызыңыз емес дедіңіз. Енді не өзгерді? Анам күрсінді. Мен ашумен айтып едім. Жоқ деп сөзім бөлдім. Ол жоспарланған нәрсе болды. Сіз бәрін алдын ала ойластырдыңыз. Сіз мені қорғаған жоқсыз. Мені сатып кеттіңіз. Арғы жақ тағы үнсіз қалды. Мен даусымды көтерген жоқпын. Ашуланған да жоқпын. Өйткені ішімдегі өкпе әлде қашан тыныш мұңға айналып кеткен еді. Мен сізге жамандық тілемеймін. Сізге де, Динараға да. Бірақ енді менің өмірім басқа. Мен өткенге қайта оралмаймын. Осы сөздерді айтып болған соң, бір сәт үнсіз тұрдым. Сосын, сау болыңыз деп телефонды қойдым. Сол күні кешке телефонымдағы нөмірді бұғаттадым. Бұл кек емес еді. Бұл өзімді қорғау болатын. Кейде адам өзгелерден емес, өзінің туған адамдарынан қорғануға мәжбүр болады екен. Кешке балконда шай ішіп отырдық. Арман қасыма келді. Не болды деп сұрады. Мен жымиып, өткен өмірмен соңғы рет қоштастым дедім. Ол ештеңе сұрамады. Тек қолымды ұстап отырды. Кейде үнсіздік мың сөзден де артық демеу болады. Сол түні ұзақ ойландым. Адам өмірінде бәрін таңдай алмайды. Қай отбасында дүниеге келетінін де таңдамайды. Қандай ата-анасы болатынын да таңдамайды. Бірақ кіммен бірге өмір сүретінін, кімді өз отбасы деп атайтынын,
қандай ортада баласын өсіретінін өзі таңдай алады. Мен өз таңдауымды жасаған едім. Сол үшін ешқашан өкінбедім. Кейде адамды ең қатты жаралайтын бөтен адамның сөзі емес, ең ауыр соққы, ең жақын адамыңнан келеді. Өйткені сен дәл сол адамнан мейірім күтесің, сенім күтесің, қорған күтесің, ал ол сенің ең әлсіз жеріңе соққы береді. Бірақ сол бір күн маған тағы бір шындықты үйретті. Барлық туыс отбасы емес, ал барлық отбасы қанмен ғана құрылмайды. Кейде сені туған анаң сатып кетеді, ал бөтен адамдар саған шынайы отбасы болады. Құрметті тыңдарман, осымен Арман мен Гүлназдың хикаясы аяқталды. Егер бұл оқиға жүрегіңізге әсер етіп, сізді бейжай қалдырмаса, арнамызға жазылып, бейнеге лайк басуды ұмытпаңыз. Өмірде кейде біз ең үлкен сатқындықты бөтен адамдардан емес, ең жақын жандарымыздан көреміз. Бірақ бұл жүрегімізді тас қылып, адамдарға деген сенімімізді жоғалтуымыз керек деген сөз емес. Әр қиындықтың артында жаңа мүмкіндік, ал әр қараңғы түннің соңында жарық таң болады. Егер сіз Гүлназдың орнында болсаңыз, анаңызды кешірер ме едіңіз? Ал Арманның орнында болсаңыз, дәл осындай шешім қабылдар ма едіңіз? Ойыңызды міндетті түрде пікірге жазыңыз. Келесі әсерлі хикаяда кездескенше, аман сау болыңыздар.